우리 연구대는 немесе жоқ мысалға егер мен жоқ оған тәтті салуы мүмкін ашытылу болуы мүмкін оны біз білмейміз қазір бізге бұл ойында бегім және бізді күтіп тұрған Гаухар. Сәлем достар. Қазір мына жақта Гаухар көріп тұрады. Біз қандаймыз немесе жоқ деп кімде тәтті заттар көп шығатын болса сол адам ойын соңында жеңімпаз саналады. Бізде қазір бастайтын Сулейфа жасайық па? Сулейфа. Достар, Сулейфадан мен ұттым. Енді мен бастайтын боламын. Достар, мен зат салдым. Енді таңдаңыздар. Мен таңдаймын ба? Иә? Қайсында дейсіз? Иә или жоқ? Не болса, иә деген болса. Иә таңдаймын. Иә болса қазір. Тек сен иә. Міне, иә сізге жоқ. Сен яды жоқ қана кейін не де онда? Таңдау жоқ, сол себептен. Жоқ болады ғой. Брама, Жоқ дейсіз оған ба? Үйде тамақ аламыз қайда. Бізде енді екінші раунд. Достар, мен зат салдым. Қайсын таңдайсыздар? Мен таңдаймын. Иә? Мен таңдаймын. Сіз жоқ таңдадыңыз ба? Өкінішке орай екеуінде де зат жоқ болатын. Қойшы жоқ па не? Иә. Ну ладно, иә. Келесі раундқа өтеміз, достар. Бізде үшінші раунд. Енді салып қойдың ба? Иә. Мен таңдаймын ба? Жоқ, сіз таңдайсыз, иә. Қайсыны таңдайсыз? Жоқ деп көрейікші. Сіз иә, өкінішке орай. Жоқ. Яда жоқ болатын ештеңе. Өзіңіз таңдадыңыз, мен кінәм емес. Яда ештеңе жоқ. Иә. Достар, бұл 4-ші раунд. Я или жоқ таңдаңыздар. Так, қайсысын таңдасам екен? Бұл жол не шығады екен? Негізі менде тіпті жеңіл шықса ғой деп ойланып отырмын да. Нахаду АСМР жасайды. Я, жоқ, я таңдаймын. Дұрыс, сізде тәтті сосын шықты. Сізде өкінішке орай жаңғақ. Не қалды? Жемейтін заттың бәрін Может быть, сізде 5-ші раундта күшті зат шығып қалар. Я, мүмкін. Так что бегімізді сылмаймын. Кеттік, 6-ші раунд. 6-ші раунд. Достар, бұл 6-ші раунд. Таңдаңыздар. Бегім жезе сіз таңдайсыз. 6 раунд өтіп кетті, мен әлі Жоқ, осы 6-шы раунд. 5 раунд өтіп кетті. Бағана қандай я дедіңіз жоқ? Я жоқ таңдаватсыз, бірақ сізге андай заттар шығады, жемейтін, тамаққа не істейтін. Жейтін зат бұл жолы яны таңдадым. Ал достар, бегімге не шығады деп ойлайсыздар? Ал достар, сіз айтпақшы, осы челленджде ойында кім жеңіске жетеді деп ойлайсыздар? Сіздердің ойынша кім жеңіске жетеді ойында? Достар, комментарийға жазып кетіңіздер. Енді қазір бегім, ян таңдады ба? Ян таңдады. Я не шығады мүмкін екен. Өкінішке орай ештеңе жоқ, сізге жоққа мынандай зат түсті. Амбиция де жақсы ғой. Суашты дейміз қайда. Может быть, 7-ші раундта сізге мұңаймаңыз, сізге күшті зат шығып қалар. Кеттік 7-ші раундқа, достар. Достар, бұл 7-ші раунд. Енді қазір мен қайсын таңдасам екен деп ойланып отырмын. Я немесе жоқ. Маған не шығады екен деп ойланып отырмын. Огурцы шықты енді. Может, маған чеснок шығып қала ма деп қорқып отырмын ше. Гаухар аяққа не
қойып қойдың десе. Жоқ, айтуға болмайды, өзіңіз таңдап көріңіз. Я понимаю, снова ойнайды. Так, мен қайсысын таңдаймын десем таңдаймын. Так, мен бұл жолы жоқ таңдап көрейін. Жоққа не шығуы мүмкін деп ойланып отырмын. Ал көрейік. Сізге шешінок деп ше. Сізге күшті зат шықты әрине. Хрустим. Сізге. Хотел кәмпит намын. Ол күшті достар. Жеуге болатын еді. Көрейік та? Жеп көріңіздер, ас болсын. Күшті қысыла. Мәсе. Жеп көріңіздер. Стаканның дәмі, көресіз ба? Қысқа жүрдің намын. Бұның дәмі барбекю екен. Дәмі күшті негізінде барбекю, шашлычный дегендер дәмі күшті болады. Осындай саған ең сүйім бар, барбекю шашлык. Осындай крешкалардан бар. Крешкалардан негізі шашлычный, краб, сондайлардай дәмі күшті болады ғой. Қоймаймын. Достар, бұл бізде қазір 8-ші раунд. Бұқарны жаққа заттарын қойып қойды. Қойған жоққа, бар ма жоққа білмейміз ғой. Енді жаңа мен таңдаған едім. Дәл қазір енді 8-ші раунда Бегім таңдайды. Бегім мырза, сіз не таңдайсыз, я или жоқ? Сізге бір. Нормально жатты ғой, хотя лучше. Мен де ойлап қоямын. Ну, не полагаешься, да? Перец. Перец, аңғар. Так. Ну что? Я деп көрейінші. Да, сізге перец деп ше. Күшті зат түсті наконец-то сізге. Помидор. Ең дұрыс көрсін. Сосан супер орео түсті ғой. Еще достар қарасаңыздар, маған күшті зат түспесе, ұжынан өтеді. Клубничный орео еще. Супер орео түсті ғой ше. Клубничный, ну не он. Я клубничный вкус деп тұр ғой. Клубничный вкусмен күшті түсті. Маған помидор түсті. Мен помидор да жақсы. Алдында огурцы түседі ғой. Достар, кеттік біз. 9-ші раунд. Так, достар. Енді біз мен таңдаймын қазір, е? Не зат шығады екен. Қайсысын таңдайсыз? Мен жоқ таңдаймын. Сіз өкінішке орай зат жоқ. Жоқ таңдадым ғой. Екеуінде де зат жоқ, өкінішке орай. Так, бізде достар 10-ші раунд. 10-ші раундда біздің Бегім мырзаны таңдайтын кезде енді ол кісіге шығады күшті нәрсе шықса ғой деп ше. Ал достар, сіздер көріп тұрсыздар ғой, Бегімге не нәрсе шықты бүгін? Не нәрсе шығуы мүмкін, достар. Достар, сіздерге видео ұнап жатыр ма? Видео ұнаса, сіздер лайк басып кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар, достар. Ал дәл қазір біз Бегім мырзаны тыңдаймыз. Сіз не таңдайсыз? Қайсысын таңдайсыз? Жоқ. Сізге Сізге шынымен де жоқ, сізге алма, яға. Яны таңдағаныңызда сізге алма түсетін еді. Достар, маған алма түсті. Что-то бұл ойында мен естейтін сияқтымын. Достар, кеттік. 11-ші раунд. 11-ші раундта может Бегімге күшті нәрсе түсіп қалады ма? Білмейміз ғой. Мысалы, қазір қойып қояды. Көрейік, қандай күшті нәрсе түсін көрейік ма? Жоқ қала ма? Әзір маған не шарттың қайсын көрсін? Подсказка беріп жеріңіздер деп айта алмаймын, е?
Сіз сізде ештеңе жоқ өкінішке орай. Сізге лейс, краб, сіздің жегіңіз келіп отқан нәрсені Бегім жезе алды. Жақсы көретін крабовый. Енді су жарайды. Бегімге бағына жарайды. Тамақ жасайтын заттар шын жатыр. Бұл олай қуанып көрдіңіздер ма? Жүзіне күлкі үйреніп жатыр. Чипс, я. Иә. Енді қазір келесі денесін көрейік. Достар, бұл 12-ші раунд. Гаухар айтты, бізге бұл шешуші соңғы раунд дейді. Яғни бұл ойынның соңғы раунды. Неге шығар екен, ойланып отырмыз. Бұл жолы Бегім Дұрыс таңдаңыз енді. Может, да тағы бірдеңе шығып қалар, или жоқ та шығып қалар. Яны көрейші. Сіз жоқ, әрине. Дұрыс. Яны таңдадыңыз. Сізге жоқ. Суперсің. Бүгін Бегімге супер ойо, супер снегер. Де тәтті 3 тәтті тишу. Тәттіден бүгін бізде 4 сәт. Менде 1, 2, 3 тәтті затпен Бегім жеңіске жетті. Басында білесіздер ғой, көріп отырсыздар. Маған деген перец шығатыр, жұмыртқа шығатыр, неге шықпайды деп отырып, аяқ жағып қыштықтар шығып, ақырында жеңіске жетті вообще. Ну ладно. Бұл жолы Бегім жеңіске жетесің. Может, келесі ойында мен жеңіске жетіп алатын болармын. Достар, сіздерге осы ойынымыз, челленджіміз ұнады ма? Достар, біздің видеомыз ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақытта біздің каналымыздан қандай қызықты видеолар көргілеріңіз келеді, ұсыныстарыңызды да пікірлерге жазып қалдырып кетіңіздер. Достар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.